Тренингтің негізгі мақсаты ветеринария саласындағы антибиотикке төзімділік мәселесіне назар аудару және бұл жаһандық проблеманы шешу жолдарын талқылау. Соңғы жылдары елімізде малды емдеу кезінде антибиотиктерді жиі және орынсыз қолдану, мал азығына антибиотиктер қосу сияқты тәжірибелер кеңінен таралды. Еліміздің ұлттық консультанты Алмат Әубәкірдің сөзінше, мұндай тәсілдер микроорганизмдердің антибиотиктерге төзімділік танытуына алып келіп, ақыр аяғында бұл тек жануарлардың денсаулығына ғана емес, адам денсаулығына да үлкен қауіп төндіреді. В рамках нашего проекта біздің жобамыз аясында ветеринария саласының мамандарына жаңа әдістер мен инфекцияларға қарсы күрес шараларын үйретудеміз. Яғни шартты түрде жұқтырған нысанға қалай кіру керек, жеке қорғаныс құралдарын қалай дұрыс қолдану қажет, сынамаларды қалай дұрыс алу және тасымалдау керек, киімдерді қалай дезинфекциялау, нашар жағдайда тұрған нысаннан қалай шығу керек, құрал-жабдықтарды қалай дезинфекциялау қажет екендігі туралы айтып жатырмыз. Бұл жаңа әдістердің бірі болып табылады. Сондай-ақ бүгінгі кездесуде микробтарға қарсы препараттарға төзімділік мәселесі, антибиотиктерді қалай дұрыс қолдану, жануарларды емдеу мен қандай антибиотиктерді қолдану керектігі. Бәрі біздің жобамыздың аясында және еліміздің әртүрлі өңірлерінде өткізілетін миссияларымызда түсіндіріледі. Осы жолы біз Солтүстік Қазақстан облысына келдік. Себебі бұл облыс Ресей Федерациясымен шекаралас, яғни шекаралық аймақ болып табылады. Семинар барысында сарапшылар ветеринарлық мамандарға жеке бастың қорғаныс құралдарын, лабораториялық материалдар мен құралдарды қолдану және оларды дезинфекциялау ережелері туралы ақпарат берді. Сондай-ақ жануарларға уақытылы екпе жасап, олардың денсаулығын бақылау тәртібі жөнінде де кеңестер айтылды. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының сарапшылары цифрлық технологияларды қолданудың, видеокамералар мен жануарлардың денсаулығын бақылауға арналған арнайы қосымшаларды енгізудің маңыздылығын атап өтті. Шараға қатысушы мамандардың айтуынша, бүгінгі шараның арқасында ветеринарлық дәрігерлер антибиотиктерді қолдану барысында қандай ережелерді ұстану керектігі жайында ақпарат алады. Антибиотик устойчивость. Бүгінгі семинардың тақырыбы антибиотиктер мен антибиотикке төзімділік. Яғни біз бір антибиотикті жиі қолданған сайын организм оған үйреніп қалады. Бұл дәл қазір айтылғандай бастапқыда антибиотик жақсы әсер етеді, бірақ кейін оның әсері әлсірей бастайды. Соңында организмде антибиотиктер өздігінен төзімділік қалыптастырады, ал гормондар өз әсерін жоғалтады. Осы кезде біз антибиотиктерді ауыстыруға тырысамыз. Кейде баламалы антибиотиктер қолданылады, бірақ олардың әсері әртүрлі болады. Мысалы, кез келген ауруларда, мүйіз ауруында біз мүйізді өңдеуге мысалы нитекс қолданамыз. Ол бастапқыда жақсы әсер етеді, бірақ кейін біз оны басқа баламалы антибиотиктермен ауыстыруымыз қажет. Бірақ әртүрлі реакциялар болуы мүмкін, өйткені организм бірдей емес. Әр сиырдың ағзасы әртүрлі болады. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы осы тренингтерді Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесе жүзеге асырып жатқан жалпы ұлттық денсаулық жобасы аясында өткізуде. Бұл жоба жұқпалы аурулар мен антибиотиктерге төзімділікті азайтуға бағытталған. Сонымен қатар ол ветеринарлық қызметті қолдауға, алдын алу шараларын жақсартуға және жергілікті халық пен малдың денсаулығына төнген қауіпке мән беруге бағытталған. Пандемияға қарсы күрес аясында бұл жоба орталық Азияда жануарлардың денсаулығын қорғау және мал шаруашылығын дамыту мәселелерін шешуде де маңызды рөл атқарды. Здесь система очень актуальная. Мұнда өте өзекті тақырып қозғалып отыр. Өйткені бізде 8 ірі шаруашылық сүт өндірісімен айналысады. Олардың барлығында өндірістік бақылаулар бар. Олар барлық ауыл шаруашылық құрылымдарында жұмыс істейді. Әрқайсында өздерінің ветеринариялық қызметтері бар. Олардың барлығы қазіргі таңда дәл осы шараға қатысып отыр. Осы семинар өте маңызды және қажет болып отыр. Соңғы 3 жыл бойы Солтүстік Қазақстан мал шаруашылығы институты мал дәрігері мамандығын жетілдіру курстарын өткізіп келеді. Бұл курстарға барлық ветеринарлық дәрігерлер, зоотехниктар және басқа да мал шаруашылығы мамандары қатыса алады. Семинар барысында тренингке қатысушылар күнделікті тәжірибелерде кездесетін қиындықтарды талқылап, Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы сарапшыларымен бірге шешімдер ұсынды. Қызылжар ауданының аумақтық инспекциясының басшысы Қайырлы Қазановтың айтуынша, мұндай кездесулер мен білім алмасулар ветеринарлар үшін аса маңызды әрі қажетті. Бұндай шаралар ветеринарлық қызметті дамыту және ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыруға зор үлес қосады. На самом деле наши ветеринарные врачи Бүгінгі семинарға біздің барлық ветеринарлық дәрігерлеріміз бен ветеринарлық ұйымдардың өкілдері қатысуда. Шынында да антибиотиктерді мал шаруашылығына қолдану тақырыбы өте өзекті және уақытында көтеріліп отыр. Шын мәнінде қазіргі таңда біз ветеринариялық дәрігерлеріміз жоспарлы ветеринарлық шараларды жүзеге асырып жатыр. Яғни бұл аса қауіпті ауруларға қарсы вакцинация, диагностикалық зерттеулер жүргізу. Бірақ сонымен қатар жұқпалы емес ауруларға да көңіл бөлу өте маңызды. Осы ауруларды емдеу үшін антибиотиктерді қолдану мәселесі өзекті. Сондықтан мен бүгінгі семинардың өте пайдалы, қажетті және құнды болатынына сенімдімін. Біздің ветеринарлық дәрігерлеріміз пайдалы ақпарат ала алады деп ойлаймын.
Бұл тренингтің нәтижесінде ветеринарлық мамандар өз білімдерін жетілдіріп, жануарлардың денсаулығын сақтау мен антибиотиктерді дұрыс қолдану мәселелері бойынша маңызды тәжірибе жинақтады. Жангелді Жамалиев, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.